аты жөнім Болатқызы Венера. Атырау облыстық ЖИТС-тің алдын алу профилактикалық ота орталығында достастық кабинетінде дәрігер-дерматолог болып қазіргі кезде міндетті жұмыс жасаймын. Негізі осы Атырау облысы Құрманғазы ауданының тумасымын. 1991 жылы Қиуаз Доспанова елді мекеніндегі Алтынсарин мектебін бітіргеннен кейін Ақтөбе мемлекеттік медицина университетіне бірінші курсқа оқуға түсіп, 99 жылы сол мемлекеттік медициналық университетті бітіріп, жалпы медицина дәрігері немесе жанұялық дәрігер квалификациясымен аяқталдым. Еңбек жолымда өзімнің сол туған ауылымда педиатр дәрігер ретінде бастадым. Сода 2000 жылдан бері осы медицина саласында жұмыс жасап келем. Онан кейінгі еңбек жолымда осы профпатолог ретінде мен жанұялық емхана, яғни Family клиникта әрі қарай жұмыс жасадым. Сол кезде осы біздің облыстарда үлкен өнеркәсіп орындарының жұмысшыларының денсаулығын бақылауда және нығайтуда жақсы қызмет өзіме үлкен практика болып табылды. Осы 2020 жылы осы ЖИТС-тің алдын алу орталығында жұмыс жасап келе жатырмын. Яғни біздің негізгі жұмысымыздың бөлімі ол дерматовенеролог дәрігер, осы ЖИТС-тің адамның иммун тапшылығы вирусының жұқпалы аурулардың алдын алу үшін осы достық кабинеті деген бар. Яғни әркім өзіндік өмірінде әртүрлі ауруларға кездескен уақытта өзінің ішкі жан дүниесіндегі сұрақтарына жауап тапқысы келеді. Яғни ол құпиялылықты жариялауға жатпайтын, яғни анонимді түрде келу осы біздің ЖИТС орталығында достастық кабинеті болып табылынады. Жалпы практика дәрігері мамандығын таңдауға өзімнің кураторымның өте үлкен себебі болды. Себебі 6-шы курста әрбір студент өзінің баратын мамандықтарын жайлап таңдай бастайды. Ал мен сол кезде маған ең ұнағаны жалпы практика мамандығында, яғни баланың туған кезінен бастап, ана жатырында пайда болған баланың өмірін әрі қарай оның қарттығына дейін бір адамның өмірімен оның барлық денсаулығын сақтау, оның алдын алу, оны көрсету білу, ол белгілі бір дәрігердің арманы деп ойлаймын. Әрбір адам өзінің денсаулығын сақтауда ең бірінші қолға алуы керек. ЖИТС орталығындағы достастық кабинетінен консультативті маман дәрігерінің пікірін тыңдап, осындай тексерілуге келулеріңізді сұраймын.